Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ашытқысыз 15 минутта дайын болатын шелпектің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте жұмсақ болады. Видеоның соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Әуелі жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен жұмыртқа салатын боламыз. Мен қолдың жұмыртқасын салдым. Егер қолдың жұмыртқасы болмаса, магазиннің жұмыртқасын салсаңыздар да болады. Үстінен 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық құмшекер қосатын боламыз. Одан соң венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Менде қолдың жұмыртқасы болғандықтан түсі сап-сары, өте әдемі осындай масса пайда болды. Алдын ала сетадан өткізіліп дайындалып қойған ұнымызды массамыздың үстіне салып алдымен венчикпен, одан соң қолдың көмегімен ұндарды біріктіріп қамыр дайындаймыз. Осындай жұмсақ қамырымыз пайда болады. Дайын болған қамырымызды июі қануы үшін 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Немесе пакетке салып қойсаңыз да болады. Мен бетін пищеваямен қоя салдым. Июі қанып дайын болған қамырымызды алып, бір келкі етіп бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде осы тестадан тура 7 бөлшек шықты. Әр бөлшегін дөңгелектеп жаямыз. Қамыры өте әдемі, ұнсыз да жая берсеңіздер болады. Осылай 7 бөлшегімді жайып, дайындап алдым. Енді қызып тұрған майымызға жаңағы 7 шелпегімізді пісіріп аламыз. Бір бетін 1-2 минут қоямыз. Одан соң келесі бетін пісіретін боламыз. Міндетті түрде қызып тұрған майға пісіру қажет. Міне біздің 7 шелпегіміз дайын, өте жұмсақ, дәмі де өте керемет. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Ақерке.